Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат және бүгін біз бокс туралы сөз қозғайтын боламыз. Қазіргі сәтте өздеріңіз білетіндей Қазақстанның ұлттық бокс құрамасы Азия ойындарына дайындалып жатыр және сол жерде біраз қызық өзгерістер орын алды. Себебі көптеген салмақтар болмайды, одан бөлек кімдер барады, Қазақстан құрамасының атынан кімдер бокс жасады деген сұрақтар қазір барлығын айтқанда қинап отыр. Себебі кейбір салмақтарда, мысалға біздің боксшылар өздерінің бұрынғы салмақтарын тастап жоғары салмаққа көшіп кеткен еді. Мысалы 75 келі салмақтағы Сабыржан Аққалықов, 85 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай және сондай заттар көп болды. Және осының арасында бізді жалпы Азия ойындарында өте бір андай қызық, күшті және керемет жекпе-жек күтіп отыр. Бұл 70 келі салмақта әлем чемпионы Қазақстаннан шыққан біздің талант Төрехан Сабырхан мен Өзбекстанның Олимпиада және екі дүркін әлем чемпионы Асатқожа Мудинходжаевтың жекпе-жегі. Бүгінгі видеомызда осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бұл жекпе-жек мүмкін бе, қашан болады, бұл екеуі кездессе жекпе-жек қалай өтеді деген сұрақтарға бүгінгі видеомызда жауап беретін боламыз. Сондықтан міндетті түрде арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және сіздердің ойыңызша бұл жекпе-жекте кім жеңіске жетеді? Пікірлеріңізді астыға комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар осы және біздің арнамыздағы барлық видеоның шығуына көмектесіп жатқан Tennis8Z букмекерлік кеңсесі. Осы үшін біздің достарымызға көп рахмет. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, олардың жаңа акциялар жайлы білсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Сонымен Жапония елінің Аити деген префектурасының Нагоя деген қаласында жазғы Азия ойындары өтеді. Осы 2026 жылдың барлығын ойынша осы басты турнирлердің бірі және сол жерде Қазақстанның бокс құрамасы өте мықты дәрежеде өнер көрсетуді көздеп отыр. Сондықтан өздерінің бірінші немесе де екінші нөмірлерін апарады, немесе де өзара қандай да бір перекидка жасап, спарринг жасап, мықтыны апаруға көздеп отыр. Себебі сол жерде міндетті түрде бізден бокстан бір емес 2-3 алтын жүлде керек. Сондықтан осы жарысқа бүкіл внимание, бүкіл ментальдық дайындық барлығы осыған байланысты болады. Сондықтан қазіргі сәтте мынадай өзгерістер болуы мүмкін. Бұл қандай десеңіздер, Азия ойындарында көптеген салмақтар болмайды. Мысалы 50 деген салмақты алып тастады. Жалпы айтып кетсем 55 келі салмақ болады, 60 келі салмақ, 70, 80, 90 және 90 плюс. Осы 6 салмақта медальдар ойнатылатын болады. Және сол жерде өкінішке орай бізде 65 келі салмақ болмайды, 50 келі салмақ болмайды. 50 келі салмақта өздеріңіз білетіндей екі дүркін әлем чемпионы Санжар Ташкенбай бар. Сондықтан бәлкім бұл осы 55 келі салмаққа өте ме деген сұрақ пайда болады. Одан бөлек 65 келі салмақ болмағандықтан біздің Қазақстан құрамасында бұл өте күрделі, проблемный және мәселе тудыратын салмақтардың бірі болғасын, 65 келі салмақ болмағасын бір жағынан жақсы көрінеді. Бірақ екінші жағынан бұл жерде бір үлкен мәселе тудырып отыр. Неге? Себебі көршілес Өзбекстан құрамасының айтқанда лидерлерінің бірі. Жалпы менің ойымша Асатқожа Мудинходжаев үздік боксшылардың бірі. Және жеке мен оның жекпе-жектерін қарағанда ұнатамын. Жерде кейбір жерде құлайды, кейбір кезде турекке шығарып алады, бірақ бұған қарамастан Олимпиада чемпионы, екі дүркін әлем чемпионы деген атағы бар. Сондықтан осы жігіт 65 келі салмақ болмағандықтан 70 келі салмаққа көшіп, біздің Төрехан Сабырханмен кездесіп қалуы әбден мүмкін. Жалпы осы Асатқожа Мудинходжаевтың 65 келі салмаққа түсіп кеткені мен үшін үлкен сенсация және де шоктардың бірі болды. Себебі бұл жігіт 71 келі салмақта өнер көрсетіп жүрді. Сол жерде Азия ойындарына қатысты өткен жылы естеріңізде болса біздің Асланбек Шынбергеновпен шығып мұрнынан боғын ағызып ұрып алған еді. Және сол кезде мен ойладым, бұл жігіт 71 келі салмақта кейін Олимпиадаға барды, Олимпиадада чемпион болды да, сол жерде бәлкім қалама деген ой болған еді. Себебі Олимпиададан кейінгі Азия чемпионатына қатыспады да, кейінгі әлем кубок емес, кешірім сұраймын, кубок Странжа деген жарыс бар, Болгарияда өтеді, София қаласында. Сол жердегі кіші әлем чемпионатына барып 70 келі салмаққа шықты. Және дәл сол 70 келі салмақта біздің Төрехан Сабырхан да шығу керек еді. Бірақ өкінішке орай осы жеребе тартылып, екеуі бірінші жекпе-жекте бір-біріне қарсы келіп қалғанда, мына өзбекстандық біздің чемпион Асатқожа Мудинходжаев қорқып, көтін қысып қашып кетті. Сондықтан біз мынандай бір топ жекпе-жекті көре алмай қалдық. Және бір жағынан түсінікті. Себебі сен Олимпиада чемпионысың, екі дүркін әлем чемпионысың және сен мынадай Төрехан секілді әлі әлем чемпионы болмаған, енді бүйтіп жай келе жатқан, енді көтеріліп
андай ересектер арасындағы боксқа көсіп жатқан жігітке қарсы шығып ұтылып қалсаң, сені аяқты жеп қояды ғой барлығы. Сондықтан түсінікті болды. Жақсы, бұл Төреханға қарсы шықпаймыз деп Асатқожа бұдан отказ берген болатын, жекпе-жекке шықпай қалды. Өте көп ұрыс болды, айқай болды, неге шықпай қалды, жынды ма, қорқа ма деген қызық теориялар кетіп қалды. Бірақ бұған қарамастан осыдан кейін ары қарай Асатқожа 65 келі салмақта өнер көрсетіп, сол жерде жалпы мықты белестерді бағындырды. Себебі өздеріңіз бетінде Ливерпульде өткен әлем чемпионатына World Boxingтің жасаған әлем біріншілігінде чемпион атанып, 1-4, яғни 4-1 ширек финалда біздің Ертуған Зейнуллиновтен таяқ жеп, ұтылып тұрып ұтып кеткен еді. Ал одан соң Дубайдағы әлем чемпионатына барып, сол жерде де біздің таяқ жеп, құлап, нокдаунға түсіп, әрең дегенде қайтадан жеңіп кетті. Жалпы қызықтай парадокс. Ұтылады, ұрады, таяқ жейді, құлайды, бірақ соның өзінде де жеңіске жетіп кетеді. Сондықтан бұл жігітпен біздің Төрехан Сабырхан қалай бокстасатыны жеке маған өте қатты қызық. Ал енді міне мынандай өзгерістерден кейін осы Төрехан мен Асатқожа кездесе ме деген сұрақтар пайда болып отыр. Және ең анандай қызық сұрақтардың бірі бұл осы Азия ойындарына дейін кездесіп қалуы мүмкін бе деген. Себебі қазіргі сәтте егер турнирдің календарды ашсаң, күнтізбені, ол жерде қандай турнирлер қалды? Eindhoven Cup деген Голландия елінде өтетін турнир бар. Одан бөлек Таиланд Open бар, Бангкок қаласында өтетін, және де Қытайда өтетін әлем кубогы. Сол жерге, мысалға, менің ойымша, дәл осы Асатқожа Мадинқожаев 65 келі салмақтан 70 келі салмаққа үйреніп, өзінің адаптациясын қалай болады екен деп тексеріп алу үшін дәл сол турнирге 70 келі салмақта баруы мүмкін, және сол жерге біздің Төрехан бара ма деген сұрақ қызық болып тұрды. Себебі ішкі адамдармен сөйлескен кезде дәл осы әлем кубогына Қытайдағы бастапқы жұлдызды құрамды апару керек емес деген еді. Себебі ол жерге өзбекстандық боксшылардан бөлек ресейлік боксшылар да барады, және олар біздің жігіттерді сындырып тастауы мүмкін. Анандай емес, жекпе-жекпен емес, төбелесіп жатқан кезде баспен ұрып кету, иықпен ұрып кету, шынтақпен ұру, немесе де қолғаптың ішімен ұру деген, бұл өздеріңіз білесіңдер ғой орыстардың қалай бокстасатыны. Дәл сондай сәттер көп орын алып кетуі мүмкін бе деген сәл іште қорқыныш бар. Бірақ бұған қарамастан менің ойымша Азия ойындарына дейін кездеспеуі осы Төрехан мен Асатқожа мүмкін, бірақ Азия ойындарында 100% кездеседі. Және менің ойымша жеребе тартылған кезде өзінің бетінде жапондық Сивон Акадзава бар, одан бөлек Ишаиш деген иорданиялық жігіт бар, біздің Төреханды жеңіп кеткен. Төрехан, Асатқожа және тағы да басқа жігіттер бар да Азия ойындарында. Сондықтан менің ойымша сол жерде бүкіл внимание, бүкіл көңіл барлығы Сивон Акадзава деген жігітке кетеді. Сол жігіт чемпион болу керек деп, оған сетканы арнайы оңайырақ жеребе тартылып береді. Асатқожа, Төрехан, Ишаиш секілді жігіттердің барлығы мына оң жақ сетке түсіп, өзара ішінде мясорубкаға түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан менің ойымша бірінші немесе де екінші жекпе-жекте дәл осы Төрехан мен Асатқожа өзара кездеседі. Және бұл жекпе-жек қалай өтеді деген қызық сұрақ пайда болып тұрды. Себебі екі боксшы да бір ғана планмен шықпайды. Жоспар дегеніміз ғой. План А деген бар, план Б, керек болса план Б, ойлап табатын заттар көп. Ұтылып жатса сындырып тастай береді, немесе де иықпен ұрып кетеді. Бірінші, екінші раундта ұтылса да, үшінші раундта жұлып алып, нокдаунға түсіргеннің арқасында жеңіп кетуі мүмкін. Және осындай сәттерді біз Төрехан Сабырханның боксында көріп жүрдік. Ал Асатқожада бұндай сәттер жоқ болды. Себебі ол көбінесе бірінші және екінші раундта алады да, үшінші раундта қашып жүреді. Және жеке өзім менің Асатқожаның боксын байқаған кезде андай болады ғой, ыңғайсыз бокс стилі, өте вязкий, клинчке кіргенде бүйтіп қысып ұстап тұратын, немесе де андай көкенің басының артынан ұратын, дәл сондай сәл андай лас боксты көрсетеді. Осы лас бокстың арқасында андай Парагвай, Уругвай шешесі, Нигерия деген төрешілерден 10 деген ұпайды алып кете береді. Және соның арқасында менің ойымша бұл жекпе-жекті фаворит ретінде айтсақ, өзінің тәжірибесінің арқасында және төрешілердің көмектескенінің арқасында Асатқожа Мадинқожаев болып тұр. Бірақ бұл жекпе-жек де-факто қалай болатыны түсініксіз. Сондықтан мен жеке қатты өзімнің үлкен интригамен күтетін жекпе-жек дәл осы болады. Бұдан бөлек 91 келі салмақта біздің Айбек Оралбай мен Жахангер Закиров бар, бірақ бұл туралы кейінірек әңгімелесерміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, дәл осы Асатқожа Мадинқожаев пен Төрехан Сабырханның жекпе-жегінде кім жеңіске жетеді? Және бұл жекпе-жек қалай өтеді? Өз ойларыңызды пікір ретінде жазып кетсеңіздер болады. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сол саламатта көріскенше сау болыңыздар.